Неліктен бірінші Карл мен екінші Осман шексіз монарх бола алмады? 11 ғасырдың аяғына қарай Кіші Азияда қуатты Салжұқ мемлекеті құрыла бастады. Бұл мемлекеттің негізін 11 ғасырдың басында Сырдария алқабынан қоныс аударған Оғыз тайпасының Қайы руы қалады. 11 ғасырдың 30 жылдарында ағайынды Тұғырылбек пен Шағырылбек бастаған салжұқтар Иранға қоныс аударды. Тұғырылбек 993-1060 жылдары сұлтан атанып, 1040-1050 жылдар аралығында Хорезмді, бүкіл Иранды, Әзірбайжанды, Күрдістан мен Иракты басып алып, өз билігін орнатты. 1055 жылы Бағдат қаласы да салжұқтар қол астына өтті. Арысланның кезінде 1064 жылы Арменияны басып алды. Моңғол шапқыншылығынан кейін ыдырап кеткен Салжұқ мемлекетінің орнына 1299 жылы Осман түріктерінің мемлекеті келді. Оның негізін 1220 жылы Сырдария маңынан қоныс аударған түріктердің басшысы Ер-Тоғырылдың баласы Осман сұлтан қалаған еді. 1352-1354 жылдары түріктер Дарданелл жағалауын, Галиополь және бірқатар қалаларды басып алады. Бұдан кейін османдар Балқан түбегінде тұрып жатқан оңтүстік славян тайпаларынан құрылған Болгар патшалығы мен Серб мемлекетіне қарсы соғыс бастайды. 1389 жылы түріктер Сербияға шабуыл жасайды. Косово даласында серб королі Лазар мен түрік сұлтаны 1 Мұраттың арасында болған шайқаста түрік әскерлері ірі жеңіске жетеді. Тұтқынға түскен Лазар өлтіріледі. Серб сарбазы Милош Абилич 1 Мұрат отырған шатырға кіріп келіп, оның ту сыртынан қанжар салады. Балқан түбегін бағындыру 1 Мұраттың баласы Йылдырым Баязит кезінде жалғасты. Соғыс майданында көрсеткен ерлігі үшін оған Йылдырым, Найзағай деген ат берілген. Баязит сұлтанның басшылығымен бөлшектеніп кеткен Болгардың Тырнова патшалығын бағындырады. 1402 жылы Әмір Темірдің Баязит сұлтан әскерін Анкара түбінде талқандауы түріктердің Балқан елдеріне одан әрі жорық жасауына тоқтау салады. 1453 жылы сәуірдің басында 2 Мехмет сұлтан 200 мың түрік әскерімен Константинополь қаласын қоршайды. 29 мамырда түрік әскерлері Константинополь қаласын жаулап алады. Византия мемлекетінің соңғы императоры Константин 11 палеолог шайқас үстінде қаза табады. Ендігі кезекте Константинополь қаласы Стамбул атымен Осман империясының астанасына айналады. 17 ғасырдың басында Түркия Иранмен соғыстарда бірнеше рет жеңіліске ұшырады. Иран шахы 1 Аббас Осман империясынан Әзірбайжанды, Армения мен Шығыс Грузияны, Мосул мен Бағдатты, Месопотамияны тартып алды. Түріктер Балқан түбегіндегі жаулап алған жерлерін әкімшілік басқару жағынан санжаққа бөлді. Санжақтарды түрік сұлтаны тағайындаған бейлер басқарды. Балқан түбегіндегі жер түрік сұлтанының иелігіне көшті. Мешіт иелігіндегі жерлер вакуф деп аталды. 5-7 жастағы ер балаларды Түркияда тәрбиелеп, әскери янычар құрамдарына алып отырды. Жер салығы харадж, өнімнің түсімінен алынатын ұшыр салығы енгізілді. Болгар серб жеріндегі христиан шіркеуіне тыйым салынды. Ислам дінін қабылдағандарға жеңілдіктер жасалды. Осман империясы 4 әлеуметтік топтан тұрды. Рухани феодал, әскери феодал, көпестер мен қала тұрғындары және шаруалардан.
Бірінші Карл тұсында неліктен абсолютизм дағдарысқа ұшырады? Неліктен екінші Осман шексіз монарх бола алмады? Түрік үстемдігі Балқан түбегінде 1389 жылдан 1878 жылдарға дейін созылды.